Саламатсыздар ма, балалар? Сабағымызды бастаймыз. 108-ші сабақ етістік тақырыбын жалғастырамыз. Сабақтың мақсаты етістіктердің қай сөзбен байланысып тұрғанын анықтаймын. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қоямын. 15-ші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Зере биіктігі 80 см-ге дейін жететін шөп тектес өсімдік. Зере шалғынды жерлерде, өзен жағасында, тау беткейлерінде өседі. Мәдени өсімдік ретінде кей жерлерде қолданып егіледі. Зере пайдалы өсімдік. Оның жемісі дәрі жасау үшін керек. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Бірінші сұрақ: зере өсімдігінің биіктігі қанша? Екінші сұрақ: зере қайда өседі? Үшінші сұрақ: зерені қандай мақсатта қолданады? Осылай өздеріңе сұрақ қоюларыңа болады. Екінші тапсырма: бұл мәтіннің қай түріне жатады? Дәлелде. Бұл мәтін сипаттау мәтіні болып есептелінеді. Зере өсімдігін сипаттап тұр. 16-ші жаттығу: жұмбақты көркем жазып, шешуін тап. Жұмбақты көркем түрде жазып көшіріп аласыздар. Күн нұрымен піседі, уылжып қолға түседі. Жұмбақтың шешімі жеміс. Жұмбақтағы етістіктердің астынсыз. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын анықта. Піседі, түседі. Бұлар бізде етістік. Нұрымен піседі. Нұрымен деген сөзбен байланысып тұр. Түседі. Қолға түседі. Қолға деген сөзбен байланысып тұр. Қолға түседі. 17-ші жаттығу: оқы. Сыйлау, кездесу, ұялу, үркіту. Сөздіктен осы етістіктердің синонимдерін тап дейді. Үлгі: сыйлау, құрметтеу, ардақтау деп қосуға болады. Кездесу: қауышу, ұшырасу, көрісу. Ұялу: қысылу, қымсыну. Үркіту: қорқыту, зәресін алу деп синонимдерін табуға болады. 18-ші жаттығу: сұрақтардың орнына қажетті сөзді қойып көшіріп жаз. Кім інісін киіндірді? Кім өзі киінді? Кім інісін киіндірді? Айжан інісін киіндірді. Кім өзі киінді? Болат өзі киіндірді. Киіндірді етістігі қай кезде қолданылады, ал киінді етістігі ше дейді. Киіндірді етістігі бір бала екінші баланы киіндірген кезде қолданады. Ал киінді етістігі бір адам өзі киінген кезде қолданылады. Өзің кішкентайларға қалай қамқорлық жасайтының туралы айтып бер. Бұл жерде өз ойларыңызды айтасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.